екі маусымды біріктіретін толыққанды драма екенін білуіңіз керек және сіздердің көпшілігіңіз бірінші маусымды соңын білмей ақ көретін шығарсыз. Бірақ бұл жерде сіз ақыры қорытындыға келесіз. Сондықтан мен сені күтпеймін. Каналға жазылуды ұмытпаңыз және осы видеоға 10 лайк басайық. Бұл күрделі болып көрінуі мүмкін. Бірақ мен сенің жетістікке жететініңе сенемін. Енді бастайық. Әңгіме Сеон есімді сұлу қыздан басталады. Ол орта мектепте оқиды. Ол керемет оқушы болса да, әрқашан сыныпта бірінші орында тұрса да, өкінішке орай кедей және өте қарапайым отбасынан шыққан. Осыған байланысты ол бай адамдарды жек көреді және оларды қатты ұнатпайды. Неге? Өйткені олардың өмірі оңай және олар сияқты кедей болу қандай болатынын білмейді. Бір күні ол автобуста келе жатып, тек бірінші сынып оқушыларын қабылдайтын беделді мектеп туралы хабарды көрді. Ол олардың өздерінің ерекше әлемінде өмір сүріп жатқанын білді. Өйткені олар ойларына келген бойда қалағанын сатып ала алады. Оларға бұл туралы ойланудың да қажеті жоқ. Олар мұны қалағаннан кейін, олар оны жай ғана алады. Мысалы, бір студент жігітімен кешкі ас ішу үшін бүкіл мейрамханаға тапсырыс берді. Ал егер ол келмесе, ол жай ғана жалғыз тамақтанады. Ешқандай проблема жоқ. Басқа студент дүкенге кіріп, ең қымбат мотоциклді сатып алады. Несие картасымен оңай төлейді. Бірақ басқа студент өзіне ұнайтын қызға өте қымбат сыйлық сатып алады. Ал ол бас тартқан кезде оны абайсызда қоқыс жәшігіне тастайды. Ұрпақ бұл мектептің оқу ақысы -$100 екенін біледі және ол бұл мектепке бара алмайтынына өкінгендіктен көңілі қалады. Автобустан түскенде ол сыртқы келбетін өзгерту үшін көзілдірік киіп, университеттегі досының кейпіне енеді. Содан кейін ол өзінің тәрбиешісі болу үшін бай қыздың үйіне барады. Ол кірген кезде үлкен, сәнді үйге таң қалады және қыздың өмір салтына қызғанады. Қыздың анасы оны көріп, оны жұмысқа алуға келіседі. Өйткені ол Сеонды әлі де орта мектеп оқушысы екенін түсінбей, еңбекқор зерігу деп санайды. Анасы қызының элиталық мектепке барғанын қалайтынын, бірақ оқуда қиналғанын түсіндіреді. Сондықтан ол Сеонаны жеке тәрбиеші ретінде жалдауға шешім қабылдады және одан қызының үлгерімін жақсартуға көңіл бөлуін сұрайды. Сеон келіседі және қолынан келгеннің бәрін жасауға уәде береді. Содан кейін қызметші печенье береді. Ал Сеон олардың біреуін жеуге шешім қабылдайды. Бірақ бай қыздың анасы оны ешбір қыздың қалтасы көтере алмайтын өте қымбат печенье деп мазақ етеді. Ұялған Саян оны орнына қойып, өзін масқара сезінеді. Кеткеннен кейін ол супермаркеттегі толық емес жұмыс күніне жүгіреді. Онда университеттегі досы оның киімі мен жеке куәлігін қайтаруды күтеді. Саян оған тәрбиеші болып жұмысқа орналасуға көмектескені үшін алғыс айтады және бай адамдарды қаншалықты жек көретіні туралы айтады. Өйткені олардың өмірі өте оңай. Ол келесі күні мектепте оқуға тырысады, бірақ өзін әлсіз сезінеді және кенеттен мұрнынан қан кете бастайды. Ол демалуға бел буады, бірақ сыныптасы кіріп, мұғалімі оны сұрап жатқанын айтады. Ол оның кабинетіне кіргенде, ол кешірім сұрайды және лагерге бара алмайтынын айтады. Өйткені оның орнына басқа студент стипендия алды. Мұрагер қатты ренжіді, өйткені ол шынымен барғысы келді. Ол көңілі қалғандай кетіп қалады. Кедей болса да, өзінен де кедей адамдар әрқашан болатынын түсінеді. Сыныпқа оралғанда достары оның лагерге баруға дайын ба деп сұрады. Оның кедейлігі туралы білгенде қобалжығандықтан, ол өтірік айтып, бармауға шешім қабылдағанын айтты. Ол үйге келгенде әкесінің таксиге отырудан бас тартқаны үшін ренжігенін білді. Оның қажеттіліктерін қанағаттандыру үшін ақша үнемдеуді жөн көрді. Бұл оның жүрегін жаралайды. Ренжіген ол бөлмесіне шегініп, ауқатты отбасында туылмағанына өкінеді. Келесі күні ол бай қызбен тағы бір рет айналысады. Бірақ оның $5 жаңа сөмкесін минус белгісімен көрсетіп жатқанын көріп, шошып кетті. Ұрпағы оны ұсақ түйек үшін ұрсып жатыр. Өйткені оның қолында басқа сөмке бар. Ұқсас және $5 оның бір жыл бойы өмір сүру шығындарын жабуы мүмкін екенін көрсетеді. Ренжіген бай қыз өзін одан сайын нашарлатуға бел буады. Ол бұл сөмкені ұрпағына сыйлық ретінде ұсынады. Алғашында ұрпағы таң қалады, бірақ кейін оны қабылдап, сатса, лагерь ақысын төлей аламын деп ойлайды. Ол қуанып, келіседі, бірақ бай қыздың оған күлуі үшін ғана. Көрдің бе, сен шынымен де осындай сөмкені қалайсың? Бірақ сен жай ғана бейшара қызсың. Қорлауға ашуланған ұрпақ оның шашын жұлып алғысы келеді, бірақ өзін ұстайды. Сол күні кешке ол өзінің шығындарын төлеу үшін көп жұмыс істеп жатқанын айтып, досына ашуын шығарады. Ал бай қыз бай отбасында туылғандықтан қалағанын сатып ала алады. Оның құрбысы оның көңілін көтеруге тырысып, оны қызғанбау керектігін айтып, тіпті оны басқаларға қызғанышпен қарайтын әйгілі әйел Алия Кемеронмен салыстырады. Саян күледі, бірақ ол әлі де өз өмірін өзгерту керек деп талап етеді. Келесі күні ол бай қыздың үйіне таңертең ерте келіп, жаңа сөмкенің сол жерде жатқанын көреді. Ол оны киіп көруді шешеді, онымен селфи жасайды, тіпті суреттерін Instagramға жүктейді. Кейінірек мектепте ол сыныптастарының бәрі оны күтіп тұрғанын көріп, оның жасырын түрде байып кеткенін сұрап таң қалады. Абдырап, жуынатын бөлмеге жүгіріп кіріп, Instagram желісін ашып, оның суреті жүздеген лайк жинап,
одан да көп жазылушыларды жинап жатқанын көргенде шошып кетті. Қазір бәрі оны бай деп ойлайды. Ол қайтып келгенде, ол менімен бірге ойнауды шешеді және сенімді түрде, «Иә, мен баймын», дейді. «Бәрің мені өздерің сияқты кедеймін деп ойладыңдар ма?» Бұл өте әсерлі. Ол қазірден бастап танымал бола бастады. Ол күн сайын бай қыздың үйіне ерте кіріп, киімдері мен сөмкелерін киіп, суретке түсіп, желіге салып отырады. Оның мақсаты айқын болады. Ол атақты адам болғысы келеді, жарнамадан ақша тапқысы келеді және шынымен бай болғысы келеді. Мектепте ол сыныптастарына суреттерін көрсетеді, бірақ олар бір нәрсеге күдіктене бастайды және егер ол шынымен бай болса, неге бұл заттарды сыныпқа ешқашан әкелмейтінін сұрайды. Қобалжыған Сеон өзін әшкерелеу арқылы кедей оқушылардың сезімін ренжіткісі келмейтінін айтады. Ол сондай-ақ тәуелсіз болу үшін жұмыс істейтінін түсіндіреді. Барлығы оған сенеді және одан сайын сүйсінеді және ол қабылданбаған шеттетілген адамнан мектептегі ең танымал қызға айналады. Оның жаңа мәртебесіне жігерленіп, өтірік айтуды жалғастыруда. Ол тіпті бай қыздың анасының бөлмесіне кіріп, қымбат зергерлік бұйымдарды тауып алып, онымен суретке түседі. Қызметші оны ұстап алмақ болған кезде, ол зергерлік бұйымдарды артына тығып, тез қайтарады. Ол шкафты ашқанда, ол элиталық мектептің формасын тауып, оны киіп көреді. Интернетте тағы бір суретін жариялап, жақын арада беделді мектепке ауысатынын жазады. Бірақ кенеттен ол бай қыздың үйге күткеннен ертерек келетінін естиді. Ол үрейленіп, төсегінің астына тығылды, бірақ кездейсоқ телефонын айна тұғырына тастап кетті. Бай қыз бөлмеге кіріп, телефонын тауып алып, Instagram желісін ашады. Тек Сеонның заттарымен бірге салған барлық суреттерін тауып алады. Ашуланған ол Сеонның заттарын жасырын пайдаланғанын түсініп, оны әшкерелеуге бел буады. Қорыққан Сеон төсегінің астынан шығып, анасына айтпауын өтінеді. Қыз келіседі, бірақ бір ғана шартпен. Сеон үй тапсырмасын орындап, оның барлық бұйрықтарын орындап, оның қызметшісі болуы керек. Сеонның басқа амалы жоқ және ол келіседі. Сол күні кешке супермаркетте толық емес жұмыс істегеннен кейін ол түні бойы қыздың үй тапсырмасын орындап ұйықтамады. Келесі күні бай қыз Сеонды одан да көп пайдалана бастайды. Ол киім сатып алып жатқанда, оны өзімен бірге дүкенге апарып, Сеонды барлық сөмкелерін алып жүруге, тапсырмаларды орындауға, суретке түсіруге, тіпті кофе әкелуге мәжбүрлейді. Сеон бұл қорлықтардың бәріне шыдауға мәжбүр, өйткені ол әшкереленгісі келмейді. Кейінірек мектепте Сеон жақсы оқиды, өйткені ол маңызды емтихан тапсырады. Кенет оған бір бай қыз телефон соғып, кейбір құжаттарды ұмытып кеткенін, шұғыл түрде қажет екенін айтады. Шошып кеткен ұрпағы не істерін білмей дал. Егер ол барса, емтиханды өткізіп жіберуі мүмкін. Бірақ ол басқа амалы жоқ екенін сезіп, үйіне жүгіріп барып, қағаздарды алып кетеді. Оның қорқыныштысы, ол қыздың достарымен күліп жүргенін және оған қағаз мүлдем керек емес екенін біледі. Олардың бәрі оны мазақ етеді, ал ұрпақтары бұл жай ғана әзіл екенін түсінеді. Өкінішке орай, ол емтиханды тапсыра алмайды. Жүрегі ауырып, жуынатын бөлмеге жүгіріп барып жылайды. Мейірімді қыз оны көріп, жанашырлық танытып, майлық ұсынады. Сеон оның мейірімділігіне тәнті болады, бірақ содан кейін оның арқасына жабыстырылған қатыгез жазбаны байқайды. Басқа шәкірттері оны балағаттап, мазақ еткен. Мейірімді қыз жазбаны алып тастап, жыртып тастап, үнсіз кетіп қалады. Сеон оның батылдығына тәнті болып, кейінірек бұл қыздың оған көмектесіп жатқанын біледі. Өйткені ол да кедей. Бізде бір естелік қалды. Ол элиталық мектепке стипендиямен оқуға түсті, бірақ ауқатты оқушылар оны кедей және олардың деңгейіне сәйкес келмейтіні үшін үнемі мазақ етті. Кек алғысы келіп, оларға қарсы дәлелдер жинап, директорға хабарлады. Бірақ, әрине, бұзақылар ауқатты отбасынан шыққандықтан, оларға ештеңе болған жоқ. Оның орнына күдік әділетсіз оқудан шығарылған тағы бір кедей студент стипендиатқа түсті. Бұл мейірімді қыз олар туралы шынымен хабарлағаны үшін өзін кінәлі сезінді, бірақ оны мойындауға батылы жетпеді. Ол одан кешірім сұрауға барды, бірақ ол оның олар туралы хабарлағанын бұрыннан білетінін айтты. Ол оны күресті жалғастыруға және бай бұзақыларды әшкерелеуге шақырды. Содан кейін ол кетіп қалды. Қазіргі уақытқа оралсақ, бұл қыз оның еркіне еріп, бұзақыларға қарсы тұруды шешеді. Бұл арада емтиханды жіберіп алғанына әлі де ашуланған Сеон өзін алдаған бай қыздан кек алуды ұйғарады. Ол шелекке су құйып, кейбір оқушылардан мектепке барған кезде қай жерде сұхбаттасып жатқанын сұрап, ішке кіріп кетеді. Алғашында оқушылар оны жынды деп ойлап, күледі, бірақ ол оларды қорқытып, әрі қарай жүреді. Ол бай қыз тұрған сұхбат бөлмесіне кіріп, оның үстіне бір шелек су құйып, оны толығымен сулайды. Қорланған бай қыз сұхбаттан сүрінеді. Ашуланған Сеонды шапалақпен ұрып, оның өмірін құртамын деп қорқытады. Дәл осы сәтте мектеп директоры өтіп бара жатып, осы көрініске куә болады. Бай қыздың анасы кешірім сұрауға асығады, бірақ директор тыңдаудан бас тартып, қызының мектепке қабылданбайтынын айтады. Анасы ашуланып, Саянның өмірін құртуға ант береді. Өз сөзіне сай, Сеон оқитын мектепке барады және директорға Сеонның университеттегі досы ретінде көрсеткенінің бәрін айтып береді.
тіпті оны зергерлік бұйымдарды ұрлады деп айыптайды. Шошып кеткен Сионды директор шақырып алып, оны оқудан шығарамын деп қорқытады. Қорқыныштан арылып, Инстаграмдағы аккаунтын жауып тастайды. Сондықтан оның ұрланған заттармен жариялаған суреттерін ешкім көре алмайды. Бірақ ол сыныпқа оралғанда бәрі шындықты білетінін біледі. Сыныптастары оны мазақ етіп, оны көтеріп алып, өтірікші деп атайды. Олар оның мектептен кетуін талап етеді. Себебі ол жалған. Кенеттен Сионға бай қыздардан анасы Сиона мен оның досына айып тағатыны туралы хабарлама келеді. Шошып кеткен Сион өзінің қателіктері үшін құрбысы зардап шегеді деп қорқып, үрейленеді. Ол бәрін түзетуге бел буады. Ол элиталық мектептің директорымен кездесуге барады және кешірім сұрайды. Өзінің барлық теріс қылықтарын мойындап, бай қыздың кінәсіз екенін талап етеді. Ол одан бай қызды мектепке қабылдауын өтінеді. Сонда анасы оны кешіріп, сот ісін тоқтатады. Директор оның өтінішін қабылдамай, тек күледі. Ол оған сені қабылдай алмайтынымды айтады. Мектептің беделі ең маңыздысы. Сион жалынуды жалғастыруда, бірақ ол күзетшілерді қуып шығуға шақырады. Жеңіліске ұшырап, жуынатын бөлмеде жасырынып, еденге отырады да қатты жылайды. Кездейсоқ студент бөлмеде темекі шегеді. Ол оны ұстап алады деп қорқып, ол жасырынып кетуге тырысады. Бірақ ол мұны байқап, оны аяғынан ұстап, өзіне тартып алады. Ол оны аңдып жүрген қандай да бір бұзық деп ойлап, оған айқайлайды. Ұялып, ол жай ғана темекі шегетінін және басқа ештеңе жоқ екенін түсіндіреді. Ол оған бұл дәретхананың қараусыз қалғанын айтады. Өйткені ол жерде бір кездері бір қыз қайтыс болған. Сондықтан студенттердің ешқайсысы оған кіруге батылы бармайды. Ұрпақ оған сенеді. Ол өзін жас жігіт ретінде таныстырады және оның директормен сөйлескісі келетінін біледі. Ол оған көмектесуге бел буып, жасырын түрде мектеп қабырғасынан өтіп, күту үшін көлігіне отырады. Сосын кетіп қалады. Шаршаған Сион көлікте күтіп тұр, бірақ ақыры ұйықтап қалады. Ол оянғанда түн ортасы болды, ал көлік ешқашан орнынан қозғалмады. Ол тексеруге барады, бірақ кенет оның алдындағы шатырдан бірдеңе құлап кетті. Оның өкініштісі, жуынатын бөлмеде оған ертерек көмектескен мейірімді бейшара қыз. Басын көтеріп қараса, Сион төбесіндегі фигураны көреді. Біреу қызды итеріп жіберді. Қорқынышқа бой алдырып, оған қарай ұмтылды, бірақ тым кеш болды. Қыз өліп жатыр. Ол жедел жәрдем келгенше және қызды ауруханаға жеткізгенше, ол шарасыздықпен көмекке шақырады. Полиция келіп, Сионаның арызын алып кетеді. Дірілдеп, жылап, төбесінде тұрған біреуді көргенін айтады. Бұл кездейсоқ оқиға емес, кісі өлтіру әрекеті болғанын білдіреді. Бұл жаңалық мектеп директорына жетті. Оның хатшысы оған кедей студенттің комада жатқанын және оның жағдайы ауыр екенін айтты. Салқын тілмен айтқанда, директор оған мән бермейді. Өйткені ол жай ғана стипендиат болған. Ол оның өз-өзіне қол жұмсамақ болғаны туралы оқиғаны таратуды ұйғарады. Бірақ хатшы оған ұрпақтың не болғанын көргенін ескертеді. Алдымен директор шошып кетті, бірақ оның Сион екенін білгенде, ол босаңсып қалды. Ол хатшысына Сионның үнін қалай өшіру керектігін анықтағанша ауруханада болуын айтады. Сол түні Сион үйіне оралып, оны күтіп тұрған бай қызды көреді. Ол қорқады. Ол жекпе-жекке келдім деп ойлайды. Бірақ оның орнына қыз оған алғыс айтып, таңқалдырады. Ол сенің арқаңда директордың мені мектепке қабылдауға келіскенін айтады. Ол Сионға бұдан былай айып тағылмайтынына сендіреді. Тіпті кетер алдында оған сыйлық береді. Сион абдырап қалды және жаңа ғана не болғанын түсінбейді. Үйде әкесі оның қайда болғанын сұрайды. Бірақ ол досымен бірге оқыдым деп өтірік айтады. Ол бөлмесіне барып, телефонын зарядтайды. Оны қосқанда, ол директордың ондаған хабарламаларын тауып алады. Содан кейін ол оған тікелей қоңырау шалып, мәміле ұсынады. Егер ол шатырда көргендері туралы үндемесе, ол оған элиталық мектепке түсуге көмектеседі. Шошып кеткен Сион не істерін білмей қалады. Бірақ содан кейін ол мүмкіндікті пайдалануды шешеді және оны өз арманына жету мүмкіндігі ретінде қабылдайды. Бұл арада әділетсіз шеттетілген бала ауруханада жатқан бейшара қызға барып, оны жұбату үшін анасының қасында отырады. Ол өзінің ауыр басынан кешкендерін есіне алады. Өйткені бай оқушылар оны күнделікті қорлайды. Ал директор мұны көргенде, ата-аналары мектепке қомақты қаражат бөлгендіктен оны байқамағандай кейіп танытты. Сондықтан ол сияқты кедей студенттер үнсіз қиналды. Қазірге оралсақ, мектеп оқушыларды ауруханаға түскен сыныптасына баруға шақыратын жиналыс өткізіп жатыр. Бірақ оның орнына бай балалар оны олардың досы емес деп мазақ етеді. Өйткені ол кедей және олардан төмен. Содан кейін күліп кетіп қалады. Ұрпақ кейінірек заттарын алу үшін ескі мектебіне қайтады. Сыныптастары оны оқудан шығарғаны үшін қорлайды. Бірақ кенеттен ол элиталық мектепке ауысқанын мақтанышпен хабарлайды. Бәрі шошып кетті. Олар оны терезеден бақылап отыр. Оның сәттілігіне қызғанышпен қарайды. Ал ұрпақтары күлімсіреп, мақтан тұтып, жеңіске жетеді. Сол күні кешке ол толық емес жұмыс күнін тастау үшін супермаркетке барды. Ол досына барлық көмегі үшін алғыс айтады және оның көз алдында бақыт бар.
ол ақыры өмірін өзгерте алатынын айтады. Бірақ ол шындықты жасырады. Ол досына мектеп директорымен жасырын келісім жасағаны туралы айтпайды. Келесі күні директордың хатшысы ұрпағына элиталық мектеп формасын береді. Ол оны киіп көреді және оның өзіне қаншалықты сәйкес келетініне қуанады. Ол оны мақтанышпен дүкенге бару үшін сауда орталығына апарады. Ол формасына сәйкес келетін аяқ киім сатып алуды шешті. Бағаның қымбаттығына таң қалып, екіленіп қалды. Бірақ кейін жинаған ақшасын түгел жұмсап, бәрібір сатып алады. Ол кетіп бара жатқанда, басқа қыз оның аяқ киіміне кофе төгіп жатқанда соқтығысып қалады. Дүрбелеңге түскен ұрпақ олардың жақсы екеніне қуанып, оларды тазалау үшін жуынатын бөлмеге асығады. Бірақ ол сөмкесін тексергенде, ол жазбаны табады. Мен сіздің директормен келісіміңіз туралы білемін. Шошып кеткен ол оған қарсы шыққан қыздың оны тастап кеткен болуы керек екенін түсінеді. Ол оны табуға тырысады, бірақ нәтиже болмады. Жуынатын бөлмеге оралғанда, оның аяқ киімін ұрлап кеткенін білгенде қатты қорқады. Кенет бөлмеге дәл осындай аяқ киім киген тағы бір қыз кіріп келеді. Өзін ұры деп ойлап, саянға соқтығысып, оларды қайтарып беруін талап етеді. Бірақ ол түсінбейтін нәрсе, бұл қыз мектептегі ең бай оқушы Жанни. Патшайым және бұзақылардың жетекшісі деген лақап атқа ие болды. Ол бәрінен қорқады. Жанни Сионаның пішінін байқап, оның өз орнын білмейтін жаңа оқушы болуы керек деп болжайды. Күлімсіреп, ол Сионды мазақ етіп, оның бетіне майлық лақтырып, егер сен маған тағы бір рет келсең, мен сені өкінемін деп ескертеді. Содан кейін ол кетіп қалады. Бірақ Сион қорқақ емес. Ол оған қатты қарап, қалай ойлайсың? Жуынатын бөлмеге кіру ол жерден шығу сияқты оңай, дейді. Көзді ашып жұмғанша ол Дженнидің шашынан ұстап, бетінен ұрып, бетінен тырнап алады. Оны аяқ киімін қайтаруға мәжбүрлегеннен кейін, Сион тез қашып кетеді. Ол аяқ киімді дүкенге қайтаруға тырысады, бірақ олар бас тартады. Өйткені оның түпнұсқа қорабы жоқ. Жеңілгеннен кейін ол оларды полиэтилен пакетте сақтайды. Осы уақытта Дженни болған оқиғаға ашуланып үйіне оралып, кек алуға ант береді. Келесі күні ұрпақ толқуға толы жаңа мектебіне келеді. Жаңа өмірдің бейбіт басталуын елестете отырып, ол үлкен кампусты зерттейді. Бассейнге, футбол алаңдарына және шексіз ыңғайлыққа таң қалды. Студент қыз армандай алатын барлық нәрсеге таң қалды. Ол өзін бақытты сезінеді. Тағдыр ақыры оған күлімсіреп тұрғандай, бірақ Жанни де ашуланып, қорланып, қимылсыз жүзімен келеді. Тырналған. Оның бай достары оның сыртқы келбетіне таң қалды. Бірақ ол оны жою үшін олардан Скион есімді жаңа студент табуды талап етеді. Осы кезде Скион әкімшілік кеңсесіне барып, студенттік куәлігін алады. Оған студенттік куратормен кездесуді бұйырады. Ол бір кездері қараусыз қалған дәретханадан жасырынып жүргенін көрген жас жігіт болып шығады. Ол оны мектеп қабырғасынан асып кеткен қыз деп таниды. Абдырап қалған ұрпақ оны басынан бастағысы келетінін айтып, бұл туралы айтпауын өтінеді. Өсекке қобалжып, қашып кетуге тырысады. Бірақ Янг оның қолынан ұстап, оған айналаны көрсетуді ұсынады. Дәл осы сәтте Джун есімді сүйкімді студент пайда болады. Янгты оны қорлады деп қателесіп, оның қолын тартып алып, өзі ұстап алады. Екі бала бір-біріне мұқият қарап, ұрпақтарынан олардың арасында таңдау жасауын талап етеді. Қуанып, жүр, бұл менің бірінші жұмыс күнім, дейді. Бірақ соңында ол маусымды таңдайды. Ол күлімсіреп, онымен бірге жүреді және көмекке мұқтаж болған жағдайда оған телефон нөмірін береді. Ұрпақ қозғалып, оның сүйкімділігіне беріле бастайды. Ол шкафына қайтып келгенде, ішінен тозаққа қош келдіңіз. Сіздің өміріңіз адам төзгісіз болады деген жазуы бар ескі аяқ киімін тауып алады. Ол қатты қорқып, Жаннидің ұры емес екенін түсініп, оны тауып, кешірім сұрауға бел буады. Бірақ ол мұны істей алмай тұрып, бір топ бай студенттер оны мазақ етіп, еденге сүйреп апарады. Қорқыныштан қорқып, тезірек жүгіру үшін аяқ киімін шешіп алады. Бірақ ол директордың кабинетінде жасырынғанша, олар оны аяусыз қуады. Ол одан қорғануын өтінеді, бірақ ол оның бетіне күледі. Ол олардың жасырын келісімін орындағанын және оны оқу ақысын төлемей қабылдағанын еске салады. Ол оған тікелей айтады, не бейімделіп, өзіңді қорға, не кет. Көңілі қалған ол кетіп қалады, бірақ Дженнидің оны қатал күлімсіреп күтіп тұрғанын көреді. Дженни бұл жай ғана жылыну екенін ескертеді. Әрі қарай не болатыны одан да жаман болады. Кенеттен Сионды ондаған студент қоршап алды. Тұзаққа түсіп, Дженнидің бәрін өзіне қарсы қойғанын түсінеді. Дженни оны ұстап алып, кешірім сұраса, тізе бүгіп, аяқ киімін сүюін талап етеді. Бірақ Сион оған ашуланып қарап, бірде анам маған кішкентай кезінде бірдеңе айтты, дейді. Шіріген балық ешқашан джемге айналмайды, ал шіріген адамдар ешқашан өзгермейді. Осы сөздермен ол Дженниді ұрып соғып, сыртқа шығып, қашып кетеді. Оның батылдығы көпшілікті дүр сілкіндірді. Оның қарапайым қыз емес екені көрініп тұр. Олар оны кампустың түкпір-түкпірінде қуып, оны төлеуге бел буады. Адасып, бұрышта қалған ұрпақ үрейленеді. Кенеттен жұмбақ өнер студенті оны уақытында бөлмесіне сүйреп апарып, оны құтқарғанша, қыз Сционның жараланған аяғын емдеп, шұлық киюіне рұқсат береді. Жеңілдеп, Сцион мұнда бәрі бірдей қатыгез емес екенін түсініп, оған алғысын білдіреді. Ол оқушылардың неліктен бұлай әрекет ететінін сұрайды. Ал суретші мектеп иерархиясын түсіндіреді.
байлар кедейлерді мойынсынуға қорқытады. Дженни патшайым, өйткені ол ең бай және оған ешкім қарсы тұруға батылы бармайды. Сион онымен күреспесе де, ол стипендияға түскені үшін әлі де қорқытылатын еді. Шошып кеткен Сион бұл жерде өмірдің қаншалықты қиын болатынын түсінеді. Бірақ ол шыдап, күресуді шешеді. Ол суретшіге алғысын білдіріп, қыздың оған деген оғаш қолық сұмдығын білмей, оған сенуге болмайтынын меңзеп кетіп қалады. Кейінірек Сцеон жасырынып, Джонның мейірімділігін есіне алады. Ол оған көмек сұрап хабарлама жібереді. Бірақ бай бұзақылар оны ұстап алып, оны қайтадан бұрышқа бұрады. Үмітін үзіп, телефонын алып, оларды видеоға түсіріп, желіге саламын деп қорқытады. Бірақ олар оны тек біз баймыз деп мазақ етеді. Біз мызғымаспыз. Олар жақындаған сайын Сион үмітін үзеді. Бірақ дәл осы сәтте маусым келеді. Ол оны ұстап алып, жерге құлап кетпес бұрын оны құшақтап алады. Бәрі тынысы тарылып жатыр. Өйткені Джон мектеп директорының ұлы. Оның оны неге қорғап тұрғанын ешкім түсіне алмайды. Бұл көрініске ашуланған Дженни үйіне асығады. Бірақ тек өгей шешесімен төбелесу үшін. Біз Дженнидің өгей шешесін кедей болғаны үшін менсінбейтінін, Дженнидің әкесін ақшасы үшін айла-шарғы жасағанын және қазір оның байлығын бақылауда ұстайтынын білеміз. Осыған байланысты Дженни барлық кедей адамдарды жек көріп, оларды ашкөз оппортунистер деп санады. Осы уақытта Джон Сцеонды шатырға апарады. Онда ол оның жараланған аяғына күтім жасайды және таңғышты ақырын жағады. Сионаның жүрегі қатты соғып тұр. Ол оны ұнататынына сенімді, бірақ Джон оны шындықпен таңғалдырады. Ол қазір комада жатқан бейшара қызға ғашық. Ол одан қызды шатырдан кім итеріп жібергенін көрдіңіз бе деп сұрайды. Ұрпақ оның дәл осы себепті оған жақындағанын түсінгенде таңғалады. Ол осы сәтті пайдаланып, қылмыскердің кім екенін білетіндей кейіп танытуды шешеді. Бірақ ол Джонмен келісім жасайды. Ол оған онымен бірге болуға және оны бұзақылардан қорғауға келіскен жағдайда ғана айтады. Джон құлықсыз келіседі. Келесі күні ол оны көлігімен мектепке апарады. Оның қолын барлығының көзінше ұстап тұрып, ол оны қазір күшті қорғанысы бар әлсіз қыз ретінде салтанатты түрде таныстырады. Барлық студенттер оларды бірге көргенде таңғалды. Олар екеуі кездесіп жүр деп шешті, ал қызғаныш тез тарады. Өйткені Джон директордың ұлы, иммунитеті бар адам. Оның достары мұны растауға келді, ал Джон оны жоққа шығармайды. Ол тіпті егер біреу оған қарауға батылы барса, мен оның көзін жұмып тастайтынымды ескертті. Содан бері Саян сыныпқа кіргенде, ол оқушылардың оған деген көзқарасының қаншалықты басқаша екеніне таңғалды. Олар кенеттен онымен дос болуға тырысады. Ол алғаш рет өзін құрметтейтінін сезді. Көп ұзамай олар оны бай қыздар өткізетін кешке шақырады. Сион дүрбелеңге түседі. Оның киетін көйлегі жоқ. Ол университеттегі досына сенеді. Ол оны сыртқа шығуға көндіреді және көйлегін Сионның тәрбиешісі болған бай қыздан қарызға алуды ұсынады. Бұған сенімді болған ол Сионға барып, оған жинаған ақшасын ұсынады. Бай қыз күліп, қолын бұлғап, бұл өзгерісті өзіне сақта, дейді. Бұл көйлек минус үшін $10 тұрады және ол ақырында оны қарызға алуға келіседі. Бір шартпен, оны бір дақсыз қайтарыңыз. Әйтпесе мен сізді құртып жіберемін. Ол өзінің ең қымбат көйлегін береді. Содан кейін ол тіпті ұрпағын кешке апарады. Қорқып, ұрпағы артқа бұрылғысы келіп, кіреберісте екіленіп тұр. Бірақ оның досы оның ішіндегі кез келген адам сияқты әдемі екеніне сендіріп, оны жігерлендіреді. Өзіне деген сенімділікке ие бола отырып, ұрпақ басын жоғары көтеріп, барлық жерде жоғары сыныптағы әлеуметшілерді көргенде қатты қорқып кіреді. Ол не күтіп тұрғанын білмей, көпшілікпен араласуға тырысады. Кенеттен бай қыздардың бірі оны итеріп жіберді. Бұл оның сүрініп, шырынға батып кетуіне себеп болды. Көйлегінен шошып кеткен Саян оны тазалауға тырысады. Бірақ сол кезде күліп тұрған Жанни пайда болады. Ол өзіне тағы бір сусын шашып, өз орныңды біл деп жымиды. Сіз бай жігітпен бірге болғандықтан, бұл сізді ешқашан біріміз ретінде қабылдаймыз дегенді білдірмейді. Қорланған және ашуланған ұрпақ қарсы тұруға дайын, бірақ күзетшілер араласады. Олар оған бұл Дженнидің кеші екенін айтып, оны қуып жібереді. Мұны түсіну оған қатты әсер етеді. Дженни мұның бәрін тек кек алу үшін жасады. Саян мұнда келгеніне өкініп, үйіне қатты күйзеліп қайтады. Сол түні оған көйлегін қарызға берген бай қыздан хабарлама келді. Ол көйлектің бүлінгенін біліп қойған және ол ұрпағына бір ай бойы $10 барлығын нөлдік сомамен төлеуге береді. Әйтпесе ол түрмеге жабылады. Қорыққан ұрпақ ұйықтай алмайды. Келесі күні таңертең таңғы асын ішіп отырып, ол әкесіне шұғыл түрде ақша керек екенін айтады. Кез келген сүйікті әке сияқты, ол әмиянын суырып алып, менің қызыма саған қанша керек деп сұрайды. Деп жауап береді Саян. Онша көп емес, бар болғаны $10 минус, деп ағасы жарылып, оның артынан қуады. Сен жындысың ба? Егер біз бүкіл үйімізді сатсақ та, оның жартысын да жинамас едік. Жаншылған Сцеон не істерін білмей, шарасыздықтан көйлегін қысып, бөлмесіне қамалып қалады. Джон не болғанын біліп, ашуланады. Ол Дженниге олардың бала кезден дос болғанын айтып, қарсы шығады. Ол оған Сцеонды жалғыз қалдыруды және оны қорлауды тоқтатуды ескертеді. Бірақ Дженни оны мазақ еткенде ғана күледі. Ол сені жақсы көреді деп ойлайсың ба? Өгей шешем әкемді қалай пайдаланса, ол да сені ақша үшін пайдаланады. Ол оны оятуға көндіреді.
бірақ Джун бас тартып кетіп қалады. Кейінірек мектептегі топтық чатта кеште ұрпағының қорланғаны туралы видео пайда болды. Янг мұны көріп, оны аяйды. Ол оны шығарып салуды шешеді, бірақ оны тапқанда ол күдікті болып көрінетін егде жастағы ер адаммен кездеседі. Ол оны пайдаланғысы келеді деп ойлап, Янг оған шабуыл жасап, оны ұрып тастайды. Бірақ Саян оған сен бәрін дұрыс түсінбедің деп айқайлайды. Мен оған ноутбугымды саттым, өйткені маған ақша керек болды. Янгтың араласуына байланысты ол ер адамға $50 жеңілдік беруге мәжбүр болды. Бұл оның ашуын одан сайын арттырды. Ол кенет кетіп қалды. Ал Янг түсінбеушіліктен ренжідім деп ойлап, оның соңынан ерді. Бірақ Саян, мен ренжідім. Өйткені мен $50 жоғалттым. Енді таксиге ақша үнемдеу үшін үйге жаяу баруым керек, дейді. Янг өзін кінәлі сезінеді және көмектескісі келеді, бірақ Сион одан ақша алудан бас тартады. Сондықтан ол оны мотоциклімен алып кетеді. Ол бірнеше күнде алғаш рет күлімсіреп, оның мейірімділігіне тәнті болып, оған алғысын білдіреді. Үйге келген соң, ол қолында барының бәрін сата бастайды. Көйлегіне ақша жинағысы келеді, бірақ тіпті заттарының көп бөлігін сатса да, ол соманың жартысын да жинай алмайды. Келесі күні мектепте ол алаңдап, өз ойына батып кетеді. Кенет ол бай оқушылардың оған қарап күлгенін байқайды. Оның қорқыныштысы, оның арқасына бейшара қайыршы деген жазуы бар қағаз жапсырылғанын көрді. Оның алдында жымиып тұрған Жани пайда болады. Ашуланған ұрпақ, мұның бәрін неге істеп жатырсың? Деп сұрайды. Сен бұл мектептің ханшайымысың. Сен неге сонша сенімсізсің? Тек мені қызғанатыныңды айтпа. Сен мені қызғанасың деп ант етемін. Мен оны дәлелдеймін. Джинни ашуланып, Сеон мектептен кеткенше тынышталмайтынын айтады. Ол оған келісім жасауды ұсынады. Бүлінген көйлегіңіздің ақысын төлеп, үстіне тағы біраз ақша салыңыз. Содан кейін мектептен бір жола кетіңіз. Ол оған бір апта уақыт береді. Осы сәттен бастап Джинни күн сайын Сионды мазақ етіп, оған кері санақты еске салады. Бір күні кешке Сион артындағы көліктің шуын естіп, оны Джинни деп болжайды. Қарғыс айтқаннан кейін ол бұрылып Джонды көреді. Ол көлікке отырады, бірақ ол оны кешке барғаны үшін ұрсады. Ол оған өзінің шынайы махаббатының да кедей болғанын, бірақ одан айырмашылығы оның қадір қасиеті бар екенін айтады. Содан кейін ол Сионды олардың келісімін орындауға және қызды шатырдан кім итеріп жібергенін ашуға мәжбүрлейді. Сион дүрбелеңге түседі, өйткені ол шынымен ештеңе білмейді. Ол көліктен жүгіріп шығады, бірақ содан кейін ол маңызды нәрсені есіне алады. Ол артқа жүгіріп барып, сол түні қыздың көлеңкесін көргенін айтады. Яғни қылмыскер ер адам емес, әйел болған. Ол Джунға оны бұзақылардан қорғай алмағаны үшін айып тағып кетіп қалады. Джун оның бұл сөзіне таң қалып, өзін кінәлі сезінеді. Келесі күні Сайон бір күні оны құтқарған өнер студентіне барады. Ол оған бәрін айтып береді. Оған ақша өте қажет екенін, әйтпесе мектептен кетуге мәжбүр болатынын түсіндіреді. Суретші шешімін ұсынады. Мұнда мұқтаж жандардың барлығына көмектесетін бай бала бар. Оның мейірімді болғаны сонша, оны бәрі құрметтейді. Неге одан қарыз алмайсың? Аңғалдықпен сеніп, ұрпағы келіседі. Ол балаға жақындап, ақша сұрайды. Ол күлімсіреп, келіседі. Бірақ бір шартпен. Ол оған үлгі болып, жұмыс істеуі керек. Ол суретке түсіп жатқанда оны киіміне кигізеді. Саян оның талаптарын орындауға құлықсыз, бірақ көп ұзамай оның шын мәнінде қандай бала екені белгілі болады, және шындық анық болады. Ұрпақ ақша үшін өзінің қадір қасиетін құрбан етуге дайын болды. Ол өзінің мақтанышын аз ғана ақшаға сатып жібергеніне ұялып, өзінен жиіркеніп, оның үйінен жылап шығып кетеді. Осы кезде Джун ауруханадағы досына қонаққа барады. Ол онымен соңғы әңгімесін есіне алады. Ол одан бай студенттердің қайсысы оны қорлағанын сұрады. Сондықтан ол оларға қарсы тұрып, оларды төлеуге мәжбүр етті. Бірақ ол оған қиындық тудырғысы келмейтінін айтудан бас тартты. Бұл оның ашуын туғызды. Ол оны әлсіз және қорқақ деп айыптады. Кенеттен есіне түскенде, Джун оны қорғай алмағаны үшін қатты кінәлі сезінді. Ол оның қолынан мықтап ұстап, одан кек аламын деп ант береді. Үйге келгенде ол әкесінің кеңсесіне жасырын кіріп, оны шатырдан кім итеріп жібергенін көрсететін кез келген дәлелдерді іздейді. Сион сол түні қорқынышты түс көрді. Ол жерде жатқан, қансырап жатқан бейшара қызды көрген күнін есіне алды. Түсінде ол қанға боялған алқасын қолына ұстады. Шошып оянғаннан кейін ол қолындағы шынжырға қарап, оның жәбірленушіні итеріп жіберген қызға тиесілі болуы керек екенін түсінді. Шешімді. Ол тергеуді шешеді. Келесі күні Дженни мектепке барады. Тек оны аяусыз мазақ еткен өгей шешесімен бетпе-бет келеді. Дженни өгей шешесінің жүкті екенін біледі, және ол босанғаннан кейін оның баласы бәрін мұра етеді. Дженни үмітін үзеді. Кенет Саян пайда болып, өгей шешесін қуып жіберіп, оны тыныштандыру үшін Дженниге су береді. Дженни бұл мейірімділікке таң қалып, Сион оны аяйма деп сұрайды. Бірақ Сион мазақ етіп, електен көрмеген адам соқыр болу керек деп жауап береді. Сенің өмірің қаншалықты қиын болса да, менікінен қиын емес. Мен осы мектепте қалу үшін бәрін құрбан. Менің жоғалтатын ештеңем жоқ. Ол Дженниге одан аулақ болуды ескертті. Әйтпесе ол өкінеді. Содан кейін кетіп қалады. Сион өзінің жоғары дәрежесін қалпына келтіруге бел буып,
оқуға қайта назар аударуды шешті. Шынында да, бай бұзақылар оны жалғыз қалдыра бастайды. Ол ақыры тыныштық табамын деп ойлап, жеңілдеп қалады. Бірақ кенеттен сабақ кезінде Джун келіп, онымен сөйлесуді талап етеді. Ол оны жалғыз қалдыр деп бас тартады. Оның орнына ол барлық студенттердің көзінше оның қолынан ұстап, олар әлі де жұп болып көрінеді. Абдырап, оның соңынан еруге мәжбүр болды. Оңашада ол одан қылмыскердің жеке басын анықтауға көмектесуін сұрайды. Бірақ ол одан да көп қиындық көргісі келмей бас тартады. Содан кейін Джун оны қорқытады. Егер ол әкесіне өтірік айтса, директор оның қылмыскердің бетін ешқашан көрмегенін білген бойда оны мектептен шығарады. Қорыққан ұрпақ не істерін білмей дал. Тағдыр жеткілікті қатыгез болмағандай, оған кенеттен белгісіз нөмірден хабарлама келеді. Қолданбада оның осы мейірімді, бай студентпен кездесуінің бейнежазбасы бар. Жіберуші оны әшкерелеймін деп қорқытады. Шошып, біреудің оны жасырын түрде видеоға түсіріп жатқанын түсінеді. Абдырап, шиеленісіп, сыныпқа кіреді. Өнертанушы студент оның үнсіздігін байқап, оның жағдайы жақсы ма деп жазбаны береді. Қозғалған ұрпақ оған жұбаныш беретін жалғыз адам болғаны үшін алғыс айтады. Бірақ кейінірек үйде ол қолжазбаның сауда орталығынан тапқан жұмбақ жазбамен бірдей екенін түсінеді. Бұл суретшінің оның куәгер екенін білетінін және оны мойындау үшін оған әдейі жақындағанын білдіреді. Және бұл шынымен де шындық болып шықты. Суретшінің айыптаушы бейнені көріп отырғаны анық, өйткені ол оны түсірген. Біз оның өткеніне үңіліп жатырмыз. Ол 1 жыл бұрын ауқатты отбасынан шыққан, бірақ әкесі тұтқындалып, түрмеге жабылған кезде бәрі өзгерді. Бай студенттер оны мазақ етіп, одан аулақ жүрді, ал ол олардың көзқарастарына шыдай алмады. Ол ашуланып, бір оқушыны ұрып соғып, егер ол туралы тағы бір рет айтса, оның бетін сындырамын деп қорқытты. Дәл осы сәтте Жанни пайда болды. Суретші Жанни оны қорғайды деп ойлады, өйткені олар дос болған, бірақ оны таң қалдырғаны, Жанни оның бетінен ұрып, барлығына бір орында одан аулақ болуды бұйырды. Өйткені ол қазір кедей және олардың сыныбына жатпайды. Осы сәттен бастап суретші оны жек көріп, кек алуға ант берді. Қазіргіге оралсақ, Сеон суретшінің бөлмесіне жасырын кіріп, оның бейнесі бар флеш дискіні іздейді, бірақ оны таба алмайды. Кенет бөлмеге суретші кіріп келеді. Сеон онымен бетпе-бет келіп, оның неліктен бұлай істегенін түсіндіруді талап етеді. Суретші қатты күледі. Өзіңді әділ деп санама. Сен де ар ұжданыңды сатып жібердің. Тек осы мектепке түсу үшін. Сен шынымен ұмыттың ба? Сеон қызды кім итеріп жібергенін білмейтінін айтады. Ол тек әйел фигурасының көлеңкесін көрді. Бірақ суретші оны жын деп итеріп жіберді. Оны кінәлі. Мен видеоны өшіремін. Шошып кеткен ұрпақ суретшінің Дженниді жоюға құмар екенін түсінеді. Ол бас тартады. Бірақ суретші Дженни күн сайын кедей студенттерді қорлайды деп мәлімдейді. Егер ол түрмеге жабылса, мектеп жақсы болады. Ол Сеонды не Дженниді кінәлаймын, не видео жариялап, оны өлтіремін деп қорқытады. Қорқып, бұрышта қалған Сеон не істерін білмей абдырап қалды. Ол көшелерді кезіп, жылап, осы қарғыс атқан мектепке барғанына өкінеді. Ол тағы да өзінің қарапайым, кедей өмірін аңсайды. Күтпеген жерден ол Дженниді кездестіреді және таңқаларлықтай, Дженни оған өзінің батылдығына таңданатынын, Сеонның батыл екенін және ешкімнен қорықпайтынын айтады. Ол оны жігерлендіреді. Мықты бол, өз құқығың үшін күрес. Егер біреу сені ренжітсе, оның сүйектерін сындыр. Иә, құрметті көрермен, бір кездері оны азаптаған қыз қазір оған күш береді. Шабыттанған Саян өзіне деген сенімділігін қалпына келтіреді. Ол Джунға телефон соғып, одан көмек сұрайды. Келесі күні олар оны анықтау үшін бұрмаланған студенттің бөлмесіне барады. Онда олар оның көптеген қыздарды бопсалағанын көрсететін ондаған флеш дискілерді табады. Бірақ барлық файлдар құпия сөзбен құлыпталған. Мұрагер Янқа қоңырау шалады. Ол құпия сөздерді бергенше оны ұрып соғады. Жеңілдеп, мұрагер ақыры өзін қауіпсіз сезінеді. Бірақ үйде оның қызығушылығы басым. Ол флеш дискілерді ашады. Ол қатты қорқып, Джонның досы, комада жатқан қыздың аты жазылған біреуін тауып алады. Оны қосқанда, ол таң қалды. Мейірімді, бейкүнә қыз Джонаны басқа қызбен қарым-қатынаста болған, ең жақын досымен алдап жүрген. Ұрпағы маусым бойы алданып қалғанын түсініп, оны қатты уайымдайды. Келесі күні маусым оны мектепте күтіп тұр. Қобалжығандықтан, оның жүрегін жаралағысы келмей, тапқанын айтпайды. Ол оны ең жақын досының құда түсу кешіне шақырады. Иә, құрметті көрермен, бұл оған опасыздық жасаған сол дос. Мұрагердің кетуден басқа амалы жоқ. Сол күні кешке ол кешке Джонмен бірге бай студенттерге толы кештен қобалжып келді. Бірақ бір қызығы, олар оған жақсы қарайды. Өйткені ол Джонмен бірге. Ол күледі, ойнайды, тіпті өмірден ләззат алады, бірақ өзін кінәлі сезінеді. Кейінірек ол Джонға сүйіктісінің оған опасыздық жасағанын оңаша айтқысы келеді. Бірақ ол мұны істей алмай тұрып, Джон онымен байланысты естеліктерін, оны қалай жақсы көретінін айтады.
өйткені ол мейірімді және жұмсақ. Саянның жүрегін жаралағанына шыдай алмай, үндемей отыр. Кешке оралғанда Джун кенеттен Дженнимен қақтығысқа түсіп, оны сүйіктісін итеріп жіберді деп айыптады. Дженни ашуланып, «Сен сондай ақымақсың», дейді. «Сен тіпті шындықты білесің бе? Ол сені ең жақын досыңмен алдады». Маусым жай ғана шошып кетті. Ол ашуланып досына шабуыл жасайды да, олардың арасында қатты төбелес басталады. Құда түсу кеші нағыз хаосқа айналады. Оның досының күйеу жігіті көзіне жас алып, қатты күйзеледі. Дженни күтпеген жерден оның қасына келіп, кешірім сұрап, жұбатуға тырысады. Бірақ қыз оны күйеу жігіттің опасыздығы туралы бұрыннан білетінін мойындауымен таңғалдырады. Ол оны қуыршақ сияқты басқару үшін ғана қасында қалды. Кеш соңында Сион Дженниді үйіне алып кетеді. Сол жерде ол құлап қалған қыздың қолынан тауып алған алқасын көрсетеді. Дженни шошып кетті. Бұл оның ең жақын досы, маусымға опасыздық жасаған қызға тиесілі. Шындық ашылды. Сол түні Жаннидің ең жақын досы бейшара қызбен бет келу үшін төбеге көтерілді. Ол оны жігітін ұрлады деп айыптап, оны ұрып соғып, ашуланып, алқасын тастап өлтірді. Қазіргі уақытқа оралғанда, Сион барлығына шындықты айтуды шешеді. Бірақ дәл осы сәтте суретші оған қоңырау шалып, оның әлі де айыптаушы бейнесі бар екенін еске салады. Ол мұрагерден Дженниді кінәлауды талап етеді. Әйтпесе ол оны жариялайды. Дүрбелеңге түскен мұрагер оны тоқтату үшін мектепке асығады. Бірақ ол келгенде суретшінің төбеге көтеріліп, бұрынғы сәтін қайта жасап жатқанын көреді. Тарих қайталанады. Сол бейшара қыз сияқты суретші де өліп қалады. Қорыққан ұрпақ бұл мектептің қарғысы шынайы екенін түсінеді. Ол дірілдеп, денесіне жақындап, киімінен бейнені өшіруге тырысады. Бірақ телефон ол жерде жоқ. Ол жылап жерге құлап түседі. Бірнеше минуттан кейін полиция келеді. Олар мәйітті алып, оқиға болған жерді тазартады. Келесі күні оқушылар мектепке келіп, не болғанын біледі. Күдік бірден Сионға түседі. Өйткені ол оқиға орнына бірінші болып келген. Жиналыс өтіп жатыр. Онда жаңа директор тағайындалады. Ол әкімшілікке жағдайды бақылауға алып, істі тыныш жабуға тырысамын деп уәде береді. Осы уақытта Сион сыныпта отыр. Кенеттен полиция қызметкері одан жауап алу үшін ішке кіреді. Бай студенттер оны зорлықпен сыбырлап, оны қылмыскер деп атайды және ол кінәлі болуы керек деп талап етеді. Оларды тыңдай отырып, ұрпақ жаншылып қалады. Ол полицияға бұған еш қатысы жоқ екенін айтады, бірақ оған сенбейді. Ол соңғы рет қылмыс болған жердің жанында көрінгендіктен қазір күдікті болып саналады. Полиция қызметкері оны жауап алу үшін учаскеге апарады. Оны шығарып салғанда мектепте өткізген уақыты туралы естеліктері қайта оралады. Қорлау, ренжіту. Ол осы элиталық мектепке түсу арқылы өмірін өзгертуге тырысқанына өкінеді. Учаскеде полиция одан жауап ала бастайды. Олар одан күдіктенеді. Өйткені суретші оны осы бейнемен бопсалаған. Толқып, шошып кеткен ұрпақ ешқашан төбеге шықпағанын айтып, өзін қорғауға тырысады. Бірақ олар оған сенбейді. Олар оған адвокат жалдауға кеңес береді. Сонымен бірге Дженни адамдарды манипуляциялауды білетін айлакер досымен бірге. Суретшінің қайтыс болғанын білгенде, Дженни оған күдіктене бастайды. Ол оны алдап мойындауға тырысады. Бірақ қыз сол күні мектепке барғанын жоққа шығарады және суретшінің өліміне қатты қайғырған кейіп танытады. Кейінірек Сион үйіне оралып, әкесінің адвокаттың ақысын төлеу үшін үйін сатуды жоспарлап отырғанын айтқанын естиді. Бұған себепкер болғаны үшін кінәлі болған Сион жылап, оның өмірін үнемі құртып жіберетін кедейлікке қарғыс айтады. Келесі күні мектепте ауқатты оқушылар қатыгездіктерін жалғастырады. Ол үстелге отырғанда сөмкесіне жәндіктер қонғанын көреді. Бір бұзақы жәндікті ұстап алып, киіміне лақтырып жібереді де, екеуің бірдейсіңдер деп күледі. Сенде, мына жәндіктер де байлыққа толы. Сосын ол сияқты жеркенішті нәрсенің өлуге лайық екенін айтып, оның бетін кесіп тастады. Қатты күйзелген Сион қолындағы қанды жуу үшін жуынатын бөлмеге жүгіреді. Бірақ ол сыртқа шыққанда, бұзақылар оны күтіп тұр. Олар оның аяқ киімін киіп, еденге лақтырып жіберді. Ал біреуі оның қолын етігімен жаншып тастады. Сен мұнда жатпайсың, кедейсің. Бұл мектептен кет. Енді шыдай алмай, ұрпағы орнынан атып тұр. Ол оның бетінен қатты ұрады. Оның батылдығынан бәрі демалады. Бұзақылар оған шабуыл жасауға дайындалып жатыр. Бірақ ол өрт сөндіргішті алып, үстіне шашып, қашып кетеді. Бүкіл мектеп бұрынғыдай оны қайтадан қуа бастайды. Ол шарасыздықпен жүгіріп келіп, есіктерді артынан құлыптап үлгереді. Кенеттен мотоцикл мінген оқушы пайда болып, оны оған секіруге көндіреді. Ол жарысып, оны қауіпсіз жерге жеткізеді. Ризашылық білдіріп, ұрпағы оған алғыс айтады. Содан кейін оның үстінде мектеп формасы бар екенін байқайды. Таңданып, оның кім екенін сұрайды. Ол дулғасын шешіп, өзін таныстырады. Мен Янгтың үлкен ағасымын. Ол шетелге оқуға кеткендіктен қайтып келдім. Шошып кеткен Сион оны мейірімділігін өтеу үшін мейрамханаға шақырады. Ол бұзақылар туралы қорқынышымен бөліседі. Бірақ ол оны қорғайтынына сендіріп,
басын иығына қояды. Қозғалған ол оған алғысын білдіреді. Осы уақытта Дженни әкесімен танысады. Ол оған анасымен ажырасқанын және жаңа әйелімен тұрақты тұруға шешім қабылдағанын айтады. Шошып кеткен Жанни одан бұлай жасамауын өтінеді, бірақ ол бас тартады. Ол ашуланып, оның бетіне гүл лақтырып, әйелі мен іштегі баласын өлтіремін деп қорқытады. Ол ашуланып, әкесін шапалақпен ұрып, оларға ешқашан қол тигізбеуді ескертеді және оны компаниядан қуып жібереді. Жылап отырып, Жанни абайсызда көшелерді кезіп, апатқа себепкер болып қала жаздады. Бақытымызға орай, ұрпағы оны дер кезінде байқап, оны қауіпсіз жерге апарады. Ол таксиге отырып, оның жақсы екеніне көз жеткізу үшін онымен бірге жүреді. Сапар барысында олар радиодан ата-анасының ажырасқаны туралы хабарды естиді. Саян жүргізушіге Дженнидің сезіміне алаңдап, дыбысты өшіруді тез айтады. Жанни үйге келгенде қайғысын алкогольге батырып жатқан анасына жүгіреді. Дженни ашуланып, оның қолынан стаканды қағып, оны ішу қауіпті деп ұрсады. Анасы көзіне жас алып, кешірім сұрап, оны қатты құшақтайды. Ол Дженниге өгей шешесімен күресу үшін мықты бол деп айтады. Дженни солай болады деп уәде береді. Ол кетіп бара жатқанда Саянның оны күтіп тұрғанын көреді. Бірақ Дженни онымен сөйлесудің орнына оның жанынан өтіп бара жатып, әкесіне қосылып, оның сүйіспеншілігін қайтаруға тырысады. Келесі күні оның айлакер досы ата-анасының ажырасуы туралы мақала жариялап, оның отбасын мазақ еткенде Жанни шошып кетеді. Ашуланған Жанни мұның кек екенін түсінеді. Өйткені Жанни бейшара қызға күйеуінің опасыздығын әшкереледі. Жанни оған үндемей қалсаң, мен бәріне сол қызды төбесінен итеріп жібергеніңді айтамын деп қорқытады. Олардың арасындағы соғыс енді көпшілікке мәлім болды. Бұл арада Сион әкесінің мұғалімнің кабинетінде екенін біледі. Ол сол жерге асығады да, оның еденде тізерлеп отырғанын көріп, Саянның үстінен шағым түсірген бұзақының анасынан кешірім сұрайды. Әкесі үшін қорлық көргені үшін өзін кінәлі сезініп, оны көтеруге тырысады. Бірақ бұзақының анасы оның кешірім сұрауын қабылдамай, бұрылып кетеді. Көк түсте оны одан сайын қорлайды. Мен сенің анаңды осында келіп, маған да жалбарынуға мәжбүр етемін. Сион бұл сөздерді естігенде айқайлап жібереді. Оның анасы қайтыс болды. Бұл қатыгез сөздер оның жүрегін жаралайды. Мұғалім егер ол кешірім сұрамаса, оны қуып жіберетінін және оның болашағы жойылатынын түсіндіріп, оны шетке шығарады. Дәрменсіз, ұрпағы әкесінің қасында тізе бүгіп, бұзақы мен оның анасынан кешірім сұрайды. Осы азапты сәтте ол бұл дүниеде ақшаның бәрін білдіретінін түсінеді. Ол өзгеру керек деп шешеді. Бай болу үшін бәрін жасайды. Бұзақы мен оның анасы оны және оның әкесін аяусыз мазақ етіп, кедейлік олардың қадір қасиетін қалай төмендететінін мазақ етеді. Олар оны кешіруден бас тартады. Сол түні әдемі жігіт шетелден оралды. Оны жүргізушісі құрметпен қарсы алады. Ол ауқатты отбасынан шыққан. Көлікте отырып, ол Дженнидің мектептегі суреттерін қарап шығады. Оның оны танитыны және бір нәрсеге дайын екені анық. Осы уақытта жаңа директор маусымға келеді. Ол мені әкең деп ойла деп оны қолдағандай кейіп танытады. Уайымдама, мен саған қамқор боламын. Джун оған рахметін айтып кетіп қалады. Бірақ ол кете салысымен директор жиіркенішпен қолын сүртіп, мұндай адамдармен ешқашан араласпаймын деп күңкілдейді. Кейінірек Джун Дженнимен кездесіп, оны жұбатуға тырысады. Ол оны отбасының құлдырауын мазақ етіп жатыр деп ойлайды. Бірақ ол тек уайымдайтынын түсіндіреді. Өйткені ол қандай жағдай болмасын, ол әлі де ресми түрде оның досы. Олар бірге өсті. Қозғалған Жанни үнсіз кетіп қалады. Бірақ ол үйге келгенде өгей шешесінің анасының орнын, бөлмені, сол жерде жайбарақат отырғанын көреді. Дженни оған ашуланып, менің жолыма түспеңдер, әйтпесе өкінесіңдер деп ескертеді. Сен менің ең жаман жағымды ғана көресің. Ол бөлмесіне баса көктеп кіріп, көзіне түскеннің бәрін қиратады. Сол түні Сцион үйіне қайтып бара жатқанда әкесінің ауыр жәшіктерді көтеріп келе жатқанын көрді. Ол оның түнгі ауысымда жұмыс істейтінін түсінді. Ол оған өзінің сүйікті тамағын сатып алғаны туралы хабарлама жіберді. Ол оның қандай құрбандыққа бара жатқанын көріп жылайды. Ол университеттегі досына барады және бұзақының шағымын қайтарып алудан қалай бас тартқанын түсіндіріп, оны қорлап, оқудан шығарылу қаупі төніп тұр. Ол не істерін білмейді. Дәл осы кезде Янгтың ағасы кіріп келеді. Ол оған бір ғана шешім қалғанын айтады: элиталық командаға қосылу. Ол бұл команда мектептің ең бай оқушыларынан тұратынын және оған кім қосылса, ол қол тигізбейтін мәртебеге ие болатынын және қалағанын істей алатынын түсіндіреді. Ұрпақ шошып кетті. Бұл керемет естіледі, бірақ ол оны сынап көруді шешеді. Ол Дженниге қоңырау шалып, онымен кездесуді сұрайды. Дженни оны үйіне шақырады. Ұрпақ оның үлкендігі мен сән салтанатына таң қалды. Қызметшілер оны бағып-қағып, әр жерде қыдырып жүр. Бұл мүлдем басқа әлем сияқты. Олар сөйлесуге отырады. Ал мұрагер оған үйленуге ұсыныс жасайды. Маған элиталық командаға қосылуға көмектес. Оның орнына мен саған тапқан алқамды беремін. Ол кедей қыз құлаған кезде оның қолына қадалған. Бұл алқа Дженнидің айлакер досына қарсы жалғыз дәлел болды. Бірақ Дженни оны пайдаланудан бас тартты. Өйткені оны беру оған ешқандай пайда келмейді. Саянның көңілі түсіп, үмітсіз күйде кетіп қалады. Кетіп бара жатып,
Ол гаражда Дженнидің өгей шешесінің бұрынғы сүйіктісімен жасырын сөйлесіп жатқанын байқайды. Ол өзінің туылмаған баласын мұрагер болу үшін Дженнидің әкесінің атына тіркеуді жоспарлап отырғанын айтқанын кездейсоқ естиді. Иә, құрметті көрермен, бұл нәресте тіпті Дженнидің нағыз ағасы болмайтынын білдіреді. Шошып кеткен Саян әңгімені телефонына жасырын жазып алады. Сол күні кешке ол шаршап, шалдығып, диванда ұйықтап жатқан әкесін табу үшін үйіне қайтады. Оны аяп, оны төсекке жатқызуға абайлап көмектеседі. Содан кейін ұйықтар алдында үйді өзі жинайды. Сол түні ол қорқынышты түс көрді. Ол өзін мектепте бай оқушылармен қоршалғанын көреді. Кенет олар оны қоршап алып, тұншықтырып өлтірді. Ол қорқыныштан оянып, тез әрекет ету керектігін түсінеді. Келесі күні ол тағы да Дженниге барып, өгей шешесінің телефон қоңырауының жазбасын ойнатады. Дженни өгей шешесінің әкесін алдағанына қатты қуанды. Ол мұны өгей шешесіне қарсы қолдануды шешеді. Ол қуанып, ұрпағымен келісім жасасуға келіседі. Ол жазба үшін элиталық командаға қосылуға рұқсат береді. Қуанып, ұрпағы үйіне қайтады. Бірақ сол жерде ол тағы бір тосын сыйды табады. Оның әкесі баласының ұлына үйленетінін жариялап, бай кәсіпкерді қонаққа шақырды. Не болды? Иә, құрметті көрермен, бұл рас. Оқиғаның таңқалдыратын бұрылысы. Бұл ұл олардың мектебіне ауыстырылған әдемі жаңа оқушыдан басқа ешкім емес. Бірақ Сион ашуланды. Ол оған үйленбейтінін айтып, сыртқа жүгіріп шығады. Жас жігіт оның соңынан еріп, бұл жай ғана келісілген неке екенін және оны қабылдау керек екенін, бірақ оған сенбейтінін түсіндірді. Ол оған аяғының астына тығылып қалмауды ескертеді де кетіп қалады. Кейінірек Дженни мектеп директорына барып, әкесі ұрпағына оның атын өшіруге көмектесу шартымен мектепке қомақты қаражат беруге дайын екенін айтады. Директор еш ойланбастан келіседі. Ол тергеушіге телефон соғып, істі жабуды бұйырады. Бәрін суретші жаңа ғана құлап кеткендей етіп көрсетеді. Келесі күні Дженни элиталық таппен кездесу өткізеді. Ол оларға жаңа мүше қосылып жатқанын хабарлайды. Кенеттен өзіне толық сенімді ұрпақ пайда болады. Оның қатысуына бәрі таң қалды. Дженнидің айлакер досы оның деңгейіне сәйкес келмейтінін айтып, оны бірден қабылдамайды. Бірақ Дженни тек күліп, мен көшбасшымын, дейді. Мен қалағанымды істеймін. Әдемі аудармашы студент Дженнидің батылдығына тәнті болады. Кездесуден кейін ол оған жақындауға тырысады. Бірақ ол оған бастық сияқты салқын қарайды және олардың келісімі туралы ешкімге айтпауды ескертеді. Ол оның көңілін қалдырады. Осы уақытта мектеп директоры Сионға оның барлық айыптарын алып тастағанын және оның үстінен шағымын жауып тастағанын хабарлайды. Ол сондай-ақ оған жаңа элиталық форманы беріп, бұдан былай оның элиталық команданың бір бөлігі екенін бәрі білетінін және оны енді ешкім қорқытуға батылы бармайтынын хабарлайды. Қуанып, ұрпағы Хуанға жақындап, оған алғыс айтады. Өйткені бұл оның басынан бастап идеясы болды. Хуан жымиып, сосын еңкейеді. Білесің бе, маған сенің шаш үлгісің ұнайды, бірақ сен маған одан да қатты ұнайсың. Сен бұл мектептегі ең сұлу қызсың. Есеңгіреп, ол ойнақы жауап қайтарады. Аузыңды жап, ұялма. Ол күліп, менің байсалды екенімді талап етеді. Сен менің мотоцикліммен артымнан келе жатқан бірінші қызсың. Ол оны үйіне апарып, оның кетіп бара жатқанын бақылап отырған анық. Іштей Саян әкесіне барлық мәселелерінің шешілгенін айтады. Ол жарқырап, оны мақтанышпен құшақтайды. Осы уақытта Джун ауруханадағы кедей досына оның кеткенін білу үшін ғана барады. Ол оның қайтыс болды деп қорқады. Бірақ медбике оның комадан оянғанын және жазылып кеткенін хабарлайды. Қатты қуанып, ол өзінің сүйікті гүлдермен үйіне қарай жүгіреді. Бірақ ол есікті ашқанда оны танымайды. Оның есі өшіп қалды. Жүрегі ауырған Джун оған өзінің сүйіктісі екендігі туралы шындықты айтпайды. Оның орнына ол оған гүл сыйлап, үнсіз кетіп қалады. Келесі күні ол мектепке келгенде, оқушылар оның комадан оянғанын көріп шошып кетеді. Өсек аяң барлық жерде таралады. Екінші жағынан, Сеон қазір өміріндегі ең бақытты сәттерін бастан өткеруде. Элиталық командаға қосылғаннан бері ол өз сыныбын, атақ даңқын және барлық оқушылардың құрметіне ие болды. Бір күні ол тағы бір кедей оқушыны азаптап жатқан бұзақыны көреді. Өзінің жаңа күшіне жігерленіп, кек алуды шешеді. Ол кофені қымбат аяқ киіміне төгіп жатқанда, оған әдейі соқтығысады. Ол ашуланып, оны қорлауға тырысады, бірақ ол оны барлығының көзінше ұрады. Есеңгіреп қалған ол, сен өзіңді кім деп ойлайсың, деп айқайлайды. Сен жындысың ба? Тағы бір студент, түйреуішті көрмейсің бе? Деп сыбырлайды. Ол қазір элита. Бұзақының бет әлпеті бірден өзгереді. Ол шошып кетті. Ол кешірім сұрайды,
бірақ бұл бәрі емес. Ол оны тізе бүгіп, барлығының көзінше аяқ киімін тазалауға мәжбүрлейді. Бұзақы бұл талапты қорлықпен орындайды. Өйткені ешкім элиталық командаға қарсы шығуға батылы бармайды. Риза болған Саян оған: "Егер сен тағы біреуді сұрасаң, мен сені құртамын" деп ескертеді. Ол жеңіске жеткеннен кейін кетіп қалады. Осы уақытта Жаннидің айлакер досы бейшара қыздың оянғаннан кейін мектепке қайта оралғанын біледі. Үрейленіп, оны жуынатын бөлмеге апарады. Бірақ бейшара қыздың есте сақтау қабілеті нашарлағанын және ештеңе есінде жоқ екенін түсінеді. Жеңілдеп, ол әлі де оған: "Ұмыта берсең жақсы болар еді, әйтпесе мен сені аяқтаймын" деп ескертеді. Содан кейін ол бөлмеден жүгіріп шығады. Кейінірек ол өзінің күйеу жігітімен кездесіп, оған бәрін білетінін еске салып, кедей қыздан аулақ болуды ескертеді. Сол кезде бейшара қыз Маусыммен кездеседі. Студенттердің оны жек көретініне ренжіп, оған сенеді. Джон оған сатқындығының шындығын айтуға өзін мәжбүрлей алмайды. Керісінше оның қолынан ұстап, онымен жаңа тарау бастауға уәде береді. Мектептен кейін Дженни сәнді киім дүкеніне ұйықтап, оған қалаған нәрсесін таңдауды, ол үшін төлейтінін айтады. Сеон өзінің әрқашан армандаған өмірін сынап көргеніне қатты қуанды. Ол қалағанының бәрін таңдайды. Дизайнерлік көйлектер, қымбат аяқ киімдер, сәнді аксессуарлар. Құрметті көрермен, ол лайк басып, жазылу керек сияқты бәрін де қабылдайды. Күннің соңына қарай ол армандағандай өмір сүріп жатқанын сезіп, көзіне сенбей үйіне қайтады. Келесі күні ол мектепке көтеріңкі көңіл күймен келеді, бірақ оның артынан біреу келе жатқанын сезеді. Ол фигураны бассейннің өзіне дейін қуып барады, бірақ оны сол жерде күтіп тұрған бейшара қызды көріп, салқын жымиды. "Апат болған күні саған сыйлаған алқам қайда?" Қыз сұрайды. Ұрпақ аң-таң. Ол бейшара қыздың жадының қайта оралғанын түсінеді, және ол тек амнезиямен ауырғандай кейіп танытты. Бейшара қыз ашуланып: "Неге шындықты айтпадың?" деп сұрайды. "Неге Жаннидің досы мені итеріп жіберді деп айтпадың?" Қорыққан Сеон басқа амалы жоқ екенін мойындап, кешірім сұрайды. Оған ешкім сенбейтін еді. Ол одан бәрін ұмытуын өтінеді. Егер Жаннидің айлакер досы оның есінде не бар екенін білсе, оны өлтіретінін ескертеді. Ұрпақ оны элиталық команданың бір бөлігі болғаннан кейін қорғауға уәде береді. Бірақ бейшара қыз оған сенбейді. Керісінше оған шабуыл жасап, оны бассейнге итеріп жіберіп, суға батыруға тырысады. Бақытымызға орай, Сеон шығып, оны итеріп жіберіп, "Менің айтқанымды ойла" деп айқайлап қашып кетеді. Алыстан студент не болып жатқанын жасырын түрде телефонына түсіріп алады. Сонымен қатар, сүйкімді аудармашы студент Дженнидің құда түсуіне келіседі деп үміттеніп, оның жүрегін қайтадан жаулап алуға тырысады. Бірақ ол оған салқын, немқұрайлықпен қарайды. Ол бәрібір "бұл менің тағдырым" деп күбірлеп, бас тартудан бас тартады. "Мен күрес үшін өмір сүремін." Оның айлакер құрбысы оларды бірге көріп, күдіктеніп, тергеуге бел буады. Сеон кейінірек сыныпқа қайтады. Хуан оның дымқыл киімін байқап, суық тиіп қалама деп уайымдайды. Ол оған күртесін береді, тіпті оны жылытуға тырысып, тамақ сатып алады. Ұрпақ оған шынымен қамқор екенін түсініп, оған қол тигізіп, рахаттанып тамақтанады. Бірақ содан кейін оның телефоны шырылдап, телефонға жауап беру үшін кетіп қалады. Қызық, Ұрпақ бұл телефонның әдетте өзімен бірге алып жүретін телефоннан өзгеше екенін байқайды. Ол оның сөмкесіне қарап, қайтыс болған суретшінің жоғалған телефонын тапқанына таң қалады. Есеңгіреп, оны қайдан алғанына таң қалады және оның айыптаушы бейнесін көремін деп қорқады. Ол күдіктене бастайды. Келесі күні желіде бетперде киген анонимді адам пайда болады. Ол мектеп туралы қауесет таратып, ауқатты оқушыларға қатысты жанжалдарды әшкерелейді. Директор ашуланып, көмекшісіне мектептің беделінен қорқып, кінәліні дереу табуды бұйырады. Сол кезде Ұрпақ Жаннимен кездесіп, оған сенеді. Ол бұрмаланған студенттің киімін ауыстырып жатқанын жасырын түрде видеоға түсіргенінің бәрін айтып береді. Дженни аң-таң болып, оны мазақ етеді. "Мұның бәрі $5 минус. Мен үшін бұл қалтадағы кішкентай нәрсе. Мен бұл ақшаны шұлығыма жұмсаймын, бірақ сен үшін бұл үлкен байлық деп ойлаймын." Ұрпақ өзара жауап қайтарады. "Дәл солай. Мен сияқты кедей адам үшін бұл аман қалуды білдіреді. Мені кемсітпе." Ол ақыры байсалды болды. "Хуанның суретшінің телефоны бар. Ол менің бейнемді көреді деп қорқамын. Маған сенің көмегің керек." Бірақ Дженни жауап бермей тұрып, сүйкімді аудармашы студент кіріп, олардың әңгімесін тоқтатады. Ол сүйкімді күлімсіреп, екеуін де өзі ұйымдастырып жатқан кешке шақырады. Ұялғаннан кейін, Ұрпақ оның құпиясын ауада қалдырып, әңгімені үзуге мәжбүр болады. Ол оған "кешке келемін, сосын тыныш кетемін" деп уәде береді. Бірақ ол сыртқа шыға салысымен, бейшара қызды тағы да қорлап жатқан студент бұзақыларды көреді. Ашуланған ол ішке кіріп, оларға тоқтауды бұйырады. Барлығы бірден үрейлене шегінеді. Өйткені ол қазір элиталық команданың бір бөлігі, яғни иммунитетке ие. Осыдан кейін Сеон кешке дайындалу үшін үйіне қайтады. Ол әртүрлі киімдерді киіп көреді, бірақ не киетінін шеше алмайды. Кенет қолына қорап ұстаған інісі кіріп келеді. Оны ашқанда ішінен әдемі, қымбат көйлек тауып алады. Ол Дженнидің оған жібергенін тез түсінеді. Қатты қуанып,
оны киюді шешеді. Сол күні кешке ол өзіне деген сенімділікке толы кешке келеді. Сол жерде ол өзінің өзгеруіне таң қалған маусымға тап болады. Ол оны әдемі көрінетінін және бұрынғыдай емес екенін айтып мақтайды. Оның сөздері оны қуантады және ол бейшара қыздың оған сенгенін және оның естеліктері қайта оралғанын айтып, оны алдауды шешеді. Бірақ ол басқа ештеңе айта алмай тұрып, Хуан кенеттен оның қолынан ұстап, би билеу үшін сахнаға сүйреп апарады. Біздің кейіпкеріміздің басқалармен араласып, олармен бірге жүруден басқа амалы жоқ. Олар саян шаршап, демалуға отырғанша ән айтады, билейді және көңіл көтереді. Дәл осы сәтте ол телефонға қарап күліп тұрған бірнеше бұзақы студенттерді байқайды. Ол қатты қорқады. Олар оның құпия бейнесін жария еткен болуы мүмкін деп қорқады. Ол оны ұстап алу үшін телефонға асығады, бірақ олардың басқа өсек таратып жатқанын көреді. Таң қалдыратын тақырыпта әдемі студент, ауқатты отбасынан шыққан заңсыз ұл деп жазылған. Ашуланған сымбатты студент ашуланып, олармен төбелеседі. Кенеттен кешке Джинни келеді. Ол батылдықпен оның қолынан ұстап, барлығының көзінше үйленгендерін жариялайды. Студенттер шошып кетті, бірақ оның айлакер хамелеон досы оны мазақ етіп, егер ол некесіз ұлды әйелі етіп таңдаса, оның дәмі қорқынышты екенін айтты. Джинни оның үстіндегі үстелді қағып жатыр. Ол жауап ретінде атып, барлығына хамелеонның күйеу жігіті оны алдағанын еске салады. Содан кейін ол Саянға ұқсайтын көйлек кигенін көрсетіп, оны одан сайын қорлайды. Барлығы күледі. Айлакер құрбысы қорланып, ұяттан күйіп кетеді. Саян Джиннидің бұл көйлекті оған пешка ретінде пайдалану және айлакер құрбысын ұятқа қалдыру үшін әдейі жібергенін білгенде қатты қорқады. Ол Джинниге сенгеніне өкінеді. Ашуланған айлакер досы Сионаға жүгіріп келіп, оны қорлайды. Ол тіпті көйлегін жыртып тастауға тырысады, бірақ Хуан араласады. Оны тоқтату үшін бас тартпай, айлакер досы бір құмыра шырын алып, оны Сионаның көйлегіне құйып, оны бүлдіреді. Ол жеңдім деп ойлап, қатты күледі. Бірақ бұл жолы Сион үндемеуден бас тартады. Ол оны қатты ұрып, мұрнын сындырып, кері соққы береді. Сионның енді әлсіз емес екенін бәрі бірінші рет көріп отыр. Ол кештен тез кетіп бара жатқанда, студенттер оның батылдығына таң қалады. Хуан оны күртешесімен жауып, артынан жүгіреді. Бірақ ол оған жалғыз қалғысы келетінін айтып, кешірім сұрайды. Ол Жаннидің оны дос ретінде емес, тек құрал ретінде пайдаланғанын түсініп, іштей күйзеліске ұшырайды. Кейінірек сүйкімді студент Жаннимен бетпе-бет келеді. Ол оның досы болу керек болса да, Сионды неге қорлағанын сұрайды. Бірақ Джинни күліп, маған ота жасалды, деп салқын жауап береді. Олар менің мейірімділігімді алып тастады, маған достар керек емес. Содан кейін ол өзінің амбициясын жүзеге асыру үшін онымен күш біріктіруді ұсынады. Оның айлакерлігіне таң қалып, тәнті болған ол келіседі. Келесі күні кештің видеосы бүкіл мектепке тарап жатыр. Енді Сионның айлакер досын ұрғанын бәрі біледі. Сион оқушылардың ол туралы өсек айтып жатқанын естиді. Кенет оның қу досы келіп, кек алуға ант береді. Осы кезде бейшара қыз Джунды тауып алып, оның қолынан ұстап, элиталық командаға қосылуға көмектесуін өтінеді. Бірақ Джун шындықты ашады. Ол командадан шығарылды және қазір әкесі мектеп директоры қызметінен кеткеннен бері қарапайым студент. Шошып кеткен бейшара қыз қолын жұлып алып, оған деген көзқарасын әп-сәтте өзгертіп, оны салқын түрде тастап кетеді. Оның жай ғана қолданғаны белгілі болды. Кейінірек айлакер досы бейшара қызды бұрышқа итеріп жібереді. Ол оған элиталық командаға қосылғысы келетінін білетінін айтып, оған үйленуге ұсыныс жасайды. Егер олар Джинниді жеңу үшін бірге жұмыс істесе, ол оның командадағы орнын қамтамасыз етеді. Бейшара қыз оны бұрын өлтірмек болғаны үшін жек көретініне қарамастан, ашкөздік пен өз мүддесінің жетегінде келіседі. Сол күні кешке Сион құрбысымен мейрамханада кешкі ас ішіп отырғанда, күтпеген жерден Жанни кіріп келді. Сион кеште болған оқиғаға әлі де ренжіді, бірақ Жанни тек күліп, оған алғыс айту керек екенін айтты. Ол адамдар оны айлакер досымен салыстырып, оны дәл солай құрметтей бастау үшін оны әдейі ұятқа қалдырғанын түсіндіреді. Сыйлық ретінде ол ұрпағына ертеңгі емтиханға келетін нақты сұхбат сұрақтарын береді. Ұрпақ шошып кетті, бірақ оған қайта сенуді шешті. Келесі күні ол барлық сұрақтарға тамаша жауап беріп, емтихан тапсырады. Бірақ шыға берісте ол бұрын ұрған бұзақыға тап болады. Айналасында камералар жоқ екенін пайдаланып, ол оның шашынан тартып, бетінен ұрып, егер ол қайтадан оған жақындаса, өкінемін деп қорқытады. Бейшара қыз мұны алыстан бақылап, күледі, өйткені ол мұны істеуді сұраған. Сол күні кешке әдемі студент Жаннидің отбасымен кездесуге барады. Бірақ өгей шешесі оны оның алдында қорлап, Жаннидің нағыз анасы ол емделіп жатқан психиатриялық ауруханада жатқанын, депрессиядан емделіп жатқанын айтты. Джинни ашулы, бірақ сүйкімді студент оған бәрібір екенін айтады. Келесі күні ол тіпті гүл әкеліп, анасына қонаққа барады. Оған болашақ қайын енесі сияқты қарайды. Жанни қатты әсер етті. Ол анасының онымен бірге күліп,
күліп тұрғанын бірінші рет көріп тұр. Ол оған шын жүректен алғысын білдіреді және оған ғашық бола бастайды. Осы уақытта Сион үйде оянып, әкесінің ақша үнемдеу үшін тез дайындалатын кеспе жеп жатқанын көреді. Оның жүрегі жарылып жатыр. Ол оған мектептен әкелген тамағын беріп, мектепті бітірген соң жұмыс істеп, байып, оны түзетемін деп уәде береді. Басқа жерде айлакер досы күйеуінің оны тағы да алдап жатқанын көреді. Ашуланып, қашып кетеді. Бірақ әдемі студентке тап болады. Ол оған одан да жақсы, әдемі, мүмкін оған ұқсайтын адамға лайық екенін айтады. Оның сөздері оны шатастырады және ол оған басқаша қарай бастайды. Ол оны ренжіту үшін оны Дженниден алып кетуді шешеді. Сол күні кешке ол оны түнгі клубқа апарады. Оның жоспары күйеу жігітін алдап жүрген жерінен ұстап алып, оны оған қарсы пайдалану. Бірақ өкінішке орай, ол үшін мас күйінде 3 ер адам оған шабуыл жасайды. Әдемі студент дереу араша түсіп, оны қорғап, қауіп туралы ескертеді. Оның сенімділігінен қорқып, олар қашып кетеді. Ол толқып, оған одан сайын тартылып, оны жеңуге бел буады. Сонымен бірге Сион Хуанмен кездесуді жоспарлап жатқанда, оның бейнесін өшіру үшін суретшінің телефонын тартып алғысы келеді. Кездейсоқ, ол бір түнгі клубта. Көшеде үлкен кезек бар. Мұрагер өзінің элиталық картасын пайдалануды шешеді. Ол оны бірден ішке кіргізеді. Ол Хуанды тауып алып, одан суретшінің телефонын сұрайды. Ол оны оған беруге келіседі. Бірақ кенеттен ұры оны жұлып алып, қашып кетеді. Шошып кеткен екеуі оны адамдар көп жүретін көшелермен қуып келеді. Олардың артынан ұзақ қуып жүреді. Бірақ өкінішке орай, ұры қашып кетеді. Мұрагер жерге құлап, жарақат алады. Кван оған жарасын емдеп тұруға көмектеседі. Ақыры бәрін түсіндіруге бел буады. Ол оған менің ағам Ян апат болған күні мектепке барып, суретшіден бейнеңізді өшіруін сұрағанын айтады. Бірақ ол жерге жеткенде біреу оны жоғарыдан итеріп жібергенін көрді. Сондықтан ол телефонын сақтап қалды. Оның үстінде қылмыскердің беті бар еді, бірақ ол құпия сөзбен құлыптаулы және оның құлпын аша алмады. Кетер алдында ол менен оны аман есен сақтауымды өтінді. Біздің кейіпкеріміз телефонды ұрлаған адамның суретшіні итеріп жіберген қылмыскер екенін білгенде шошып кетті. Ол оны іздеуге шешім қабылдады. Сонымен бірге біз айлакер күйеу жігіттің ұрланған телефонын ұстап тұрған бұрынғы қалыңдығын көріп отырмыз. Ол суретшіні итеріп, оны қолына алған адам болып шықты. Ол суретшінің айлакер қызбен құда түскенде оны жасырын түрде түсіріп алғанын есіне алады. Сондықтан ол оны одан алуға барды. Бірақ ол қарсылық көрсеткенде, ол онымен төбелесіп, оны итеріп жіберді. Шындыққа оралсақ, ол телефонның құлпын аша алады. Ол өзіне қауіп төндіретін бейнені тез жояды. Бірақ содан кейін Сионның киімін ауыстырып жатқан басқа бейнені табады. Таңырқап, ол бұл бейнені бұрынғы сүйіктісі айлакер қызға көрсетіп, оны кешіреді деп үміттенеді. Мұны көрген бойда қуаныштан жарқырайды. Ол бұл бейнені кеште болғанның бәрінен кек алу үшін, Сионды бопсалау үшін пайдалануды шешеді. Оның жоспары Сионды мектептен кетуге мәжбүрлеу. Бірақ бұған дейін ол Дженниді жойғысы келеді. Өйткені ол Сионды қорғайтын адам. Сондықтан ол кедей қызбен кездесіп, оны Дженнидің шкафына жасыру үшін контрабандалық жолмен алып кетеді. Содан кейін оны полицияға хабарлауды жоспарлайды. Бейшара қыз бас тартады. Бірақ айлакер қыз оның бетінен ұрып, "Мен саған бұйырамын, сұрамаймын" деп айқайлайды. Егер ол мойынсұнбаса, мектептен шығарыламын деп қорқытады. Қорқып, қорланған бейшара қыз көзіне жас алады. Бірақ оның келісуден басқа амалы жоқ. Осы кезде Джун кіріп келеді де, оның еденде жатқанын көреді. Ол оны аяп, жұбатуға тырысады. Бірақ ол маскасын шешіп, өзінің шынайы келбетін көрсетеді. Ол оған салқынқандылықпен, "Мен сені ешқашан сүйген емеспін", дейді. "Мен сенімен тек сені пайдалану үшін кездестім. Бірақ сені элиталық командадан қуып жібергеннен кейін және әкең директорлықтан айырылғаннан кейін сен маған енді керек емессің". Маусым қатты күйзелді. Ол осы уақыт бойы оның есте сақтау қабілеті нашар екенін және оны алдағанын түсінеді. Жүрегі ауырып, ол оған тек пешка болғанын түсінеді. Осы кезде айлакер қыз шәкірттерін жинап алып, оны іздеуді талап етіп, Дженнидің шкафына кіріп кетеді. Сион оны тоқтатуға тырысады, бірақ ол оны шетке итеріп жібереді де, Дженниді жойып жіберетін қорапты алғанша қазуды жалғастырады. Бәрі шошып кетті. Бұл жаңалық директорға жетеді. Ол Дженниді есірткі сынағы үшін алып кетеді. Айлакер қыз жеңісті тойлап жатыр. Оның жоспары тамаша орындалды. Сыныпқа қайта оралғанда, ол Сионды мазақ етіп, оны Дженнидің қызметшісі деп атайды және оның ақыры жақын екенін ескертеді. Бірақ Сион ашуланып, Дженни өзінің кінәсіздігін дәлелдейтінін және тұзаққа түспейтінін айтады. Өкінішке орай, нәтиже шыққанда, ол оң нәтиже береді. Жанни аң-таң болып, жаңа ғана болған оқиғаға сене алмай отыр. Шындық ашылды. Өгей шешесі оның жақсы жұмыс істемейтініне көз жеткізу үшін оның тамағына дәмдеуіштерді жасырып қойды. Нәтижесінде Дженни мектептен шығарылды. Айлакер қыз оның құлағанына қуанады. Бірақ ол қайтып келгенде, бейшара қыз оның уәдесін орындауын талап етіп,
оны күтіп тұр. Дженниді бұдан былай қорқытпау үшін оны элиталық командаға ауыстырыңыз. Айлакер қыз оның бетіне күледі. Ол оны ақымақ болғаны үшін мазақ етіп, оған сенгені сонша, күйеу жігітін ұрламақ болғаннан кейін оны бірінші кезекте тірі қалдырғаны үшін алғыс айту керек екенін айтты. Ол үндемеуді ескертеді, әйтпесе өкінеді. Сатқындықтан жаншылған бейшара қыз кек алуға ант береді. Ол Сионуға барып, айлакер қыздың есірткі отырғызғаны туралы куәлік беруін өтінеді. Алғашында Сиону бас тартады. Ол қиындықты қаламайды, бірақ бейшара қыз бұзылып, оны тұншықтырып, өлтіремін деп қорқытады. Шошып кеткен Сиону келісіп, оған рух жинауға уақыт беруін сұрайды. Осы уақытта Дженни өзінің кінәсіздігін жариялап, әкесіне барады. Бірақ ол оған сенбейді және оны Америкаға жіберуге шешім қабылдайды. Ол бас тартады және өзін дәлелдеуге бел буып, қашып кетеді. Ол ақшаны алу үшін жолға шығады, бірақ оның шоттары қатып қалғанын біледі. Әкесі оны қайтару үшін бәрін өшірді. Барар жері жоқ деп үміттеніп, Сионға жүгінеді. Біздің кейіпкеріміз Дженни үйінің босағасына суықтан қалтырап келгенде таң қалады. Аяушылыққа бой алдырып, оны ішке шақырады, тамақ ішуге шақырады. Тіпті еденде өзі ұйықтап жатқанда бөлмесінде түнеуге мүмкіндік береді. Ұрпақтың әкесі Дженниді жылы қарсы алып, оған құлпынай сыйлайды. Жанни өмірінде бірінші рет нағыз отбасының жылуын сезінеді. Кейінірек ұлы оған кеспе пісіреді, бірақ оның ингредиенттері таусылып, көбірек сатып алу үшін сыртқа шығуға тура келеді. Сыртта бізді бұзақы бала күтіп тұр. Ол оның артынан қуып, шабуыл жасамақшы болады. Қорқып, ұрпағы көзін жұмады, бірақ соңғы секундта Хуан пайда болады. Ол бұзақымен аяусыз күресіп, оның сүйектерін сындырып, оны жеңіліске ұшыратады. Ұрпағы жеңілдеп, оған алғысын білдіреді. Кетер алдында оны аман есен үйіне шығарып салады. Сол түні ұрпақ Жанниге төсегін ұсынып, еденде ұйықтайды. Келесі күні таңертең олар мектепке дайындалады. Бірақ Жанни алдымен бір кішкентай тапсырманы орындау керек екенін айтады. Сион Дженнидің суыққа